Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен голубцы дайындаймыз. Ол үшін бізге ең бірінші бір жуамызды уақтап турап аламыз. Уақтап туралынған пиязымызды май құйылған табамызда сары болғанша шыжғырып аламыз. Осылайша біздің жуамыз сарғайған сәтте фаршымыздың үстіне қосамыз. Содан соң фаршымызға дәмдеуіштер және бұрыш, тұз, жуылған күрішімізді салып барлығын мұқият араластырамыз. Осылайша барлығы бір-екі болғанша араластырып аламыз. Ендігі кезекте капустамызға көшеміз. Ендігі кезекте осылай 40 қабатымызды жуып аламыз. Содан соң осылай видеодағыдай жан-жағын кесіп шығамыз. Бұны кескен себебіміз қазір отқа салғаннан кейін біздің жапырағымыз оңай алынатын болады. Осылайша 40 қабатымыздың ластанған жерлері болса барлығын алып тастап, отымызда қызып тұрған суға салып отырамыз. Әр 5 минут сайын осылай 40 қабатымыздың жапырағын алып отырамыз. Әр 5 минут сайын қайталап отырамыз. Сол кезде біздің 40 қабатымыз жұмсарып, жапырақтарының өзі түседі. Ендігі кезекте сәбізімізбен жуамызды қорып аламыз. Бұны голубцымызды салған кезде әр слой сайын бетіне салып отырамыз. Осылайша голубцымызды дайындап, орап алып, арнайы ыдысымызға осылай тегістеп салып отырамыз. Және голубцымызды бір слойдан кейін үстіне жаңағы сәбізді салмамызды салып, қайтадан голубцымызды салып, қайтадан солай кезек-кезектен салып отырамыз. Және суымызды құйып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Осылайша біздің голубцымыз дәмді болып шығады. Жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Егер сізге ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіз. Және менің видеомды қараған болсаңыз, бағалап кетіңіз. Рахмет.